арнасындағы Ботай Бурабай мұражайына қош келдіңіздер. Ботай Бурабай мұражайы 2018 жылы рухани жаңғыру бағдарламасы және Астана қаласының 20 жылдығына орай ашылған музей. Бұл музей жалпы 7 кешеннен тұрады. Ол тек қана макет. Бұл жерде негізі Ботай қонысы 1980 жылы қазіргі Солтүстік Қазақстан облысы Павлодаровка ауданында анықталған. Қазір Айыртау ауданы. Ботай мәдениеті жалпы энеолит дәуірінде өмір сүрген адамдардың мәдениеті. Энеолит дегенім сол мысты тас дәуірі. Яғни тас дәуірінен қола дәуірінің ортасынан өтетін көпір болып саналады. Осыдан 5,5-6 мың жыл бұрын. Мысалы тас дәуірінде адамдар табиғаттың дайын үйінде, яғни үңгірлерде өмір сүрсе, энеолит дәуірінде адамдар өздеріне баспана жасай бастады. 5-6 мыңыншы жыл біздің дәуірдегі 5-6 біздің дәуірімізге дейінгі 5-3 мың жылдық. То есть қазір уақыттан 5-6 мың жыл бұрын. Бүгінгі саналады. Баспана жасау негізі осында котлован ор қазылып, жартылай жертөле. Орда қазу тереңдігі 1,5-2 метр. Яғни жер қыстың күні аязда 1,5-2 метр тереңдікке қатса, жерді сол қазып, шетінен алынған балшықтарды шетіне дейіп, оны жылқының сүйектерімен таспен бекітіп, үстіне осындай бөренелерден шаңырақ куполообразный тұрғызған. Қазіргі уақытта ғалымдардың айтуы бойынша бұл қазіргі қазақтардың дәстүрлі киіз үйінің прототип болып табылады. Бұл бөренелер негізі алынған диаметрі 20 сантиметрден асады. Сыртынан жылқының терісімен жауып, үстіне жермен, шыммен бекіткен. Спасибо, до свидания. До свидания, спасибо, что пришли. Әр ботайлықтардың үйінің өз айрықша мақсат міндеттері бар. Әрине бір тұрмыс тіршілікке байланысты қызметі бар. Қазіргі сіз тұрған үй әкімшілік кіру тұрған үй деп аталады. Және холл деп айтуға болады. Осындай үйде жаңағы ботайлықтар ағардай кешенге кіру үшін осындай үйде өздерінің қару-жарақтарын, еңбек құралдарын тастап, ағардай кешенге кіре берген. Сонымен қатар Ботай мәдениетіне тән Тассилтоқ қонысынан анықталған тастан жасалған еңбек құралдары. Бұлар оригинал. керемет. Әр осындай үйлер 7 тұрғын үй бір-бірімен өзара үстіне коридормен жалғасады, қосылады. Әлеуметтік мәдени тұрғын үйі. Осындай үйдің ортасында міндетті түрде ошақ орналасқан, яғни үйді жылыту үшін. Осындай үйде ботайлықтар жиналыс өткізген. Бұндай жиналыста ең негізгі қоғамға байланысты ең негізгі шарттар шешіліп отырған. Жаңа қорғаныс бойынша, шаруашылық бойынша сондай ең негізгі мәселелер шешіліп отырған. Жалпы осындай кешенде қанша отбасы өмір сүрсе, олар ботайлықтар бұл қауыммен өмір сүрді. Яғни 4-5 отбасы. Осындай кешенде 4-5 отбасы өмір сүруі мүмкін. Яғни ол 50-60 адам өмір сүрген. Бұл қауыммен өмір сүрді. Кейін әр осындай кешенде неше ошақ орналасса, сонша отбасы өмір сүреді деп көрсетуге болады. Арда сіздердің назарларыңызға тастан жасалған еңбек құралдар Ботай қонысы. Бұл да Васильковка қонысынан анықталған Ботай мәдениетіне тән. Ботайлықтар жалпы өзінің қызым үйлерін 2 түрге бөледі. Ол шаруашылық және тұрмыстық. Қазір сіздермен шаруашылық үйге өтейік. Яғни шеберхана деп айтуға болады. Ботайлықтар тастан, ағаштан, сүйектен, теріден жетік еңбек құралдар, қару-жарақтар жасау білген.
өңдеп. Сонымен қатар ботайлықтар жаңағы керамикадан жасалған кыш ыдыстар жасап, оны геометриялық фигуралармен өрнектеген, безендірген. Мысалы, кыш ыдыстар негізі неолит дәуірінде, соңғы тас дәуірінде жасала бастайды, бірақ ботайлықтар оларды жаңағы геометриялық фигурамен өрнектейді, безендіре бастайды. Олардың геометриялық фигуралары безендірген бір-біріне ұқсас болмаған, әртүрлі болған. Не жазған сонда, жазулар бар ма? Жазулар жоқ, жай ғана былай геометриялық фигуралар. Төрт бұрышты, үш бұрышты деген сияқты. Алыстан қараған жазу сияқты екен да? Иә, алыстан қараған. Негізі ғалымдардың айтуы бойынша ол бір мағына берді. Мысалы, мына үш бұрыш ол судың толқыны деген сияқты. Сосын күнделікті ол не көреді, соның геометриялық фигуралармен жай безендірген. Мысалы, кейін елка бар, ағаш елкасы. Ұқсас мұндай елка. Үш бұрыштыны былай аударып салғанда ағаштың несін келбетін көрсетеді. Иә, мына жерде бар екен не? Елкаға келеді да мынау? Иә. Аударылған. Күнделікті не көрсе, сондайды жаңа безендіріп отырады. Сонымен қатар жаңа ағаштан жасалған ыдыстар, теріден тігілген торсық, саба, қымыз сақтау үшін. Жаңағы тағы бір айтатын жөн. Мысалы, ғалымдар көптеген жылдар бойы пікірталаста болды. Осыған дейін жаңағы ең бірінші жылқыны үйреткен ол Украина жері деп санады. Бірақ осы Виктор Федорович Зайберт, осы Ботай қонысын ашып зерттеген адам, оны кері дәлелдеп, жаңағы ең бірінші жылқыны қазақ жерінде, солтүстік Қазақстан жерінде үйретіп, қымыз жасағанын дәлелдеген. Яғни Украинада жасалғаннан арғы 1000 жылға ертерек екенін дәлелдеген. Сонымен қатар ботайлықтардың ірімшік, құрт сияқты нелерді салып кептіріп былай суын ағызып қойған. Бізде де болған шығар, енді температура болмаса да, жалпы өздерінің күнделікті азықтарын кептіру мақсатында ұсталған ғой. Мыналар тастан жасалған еңбек құралдар. Еңбек құралдары, иә, керемет. Мынаның ішіне қымыз қойып, мынаның ішіне бір жұмалық қымыз, екі жұмалық қымыз деп. Бұл мысалы құлынның аяғын, осы құлынның аяғынан істеген. Бұның ішіне қымыз сақтайды. Мысалы, қымыз бітіп қалған кезде, біткен кезде, мына жерде қымыз қалады екен. Сосын үстіне жылқының үстін қойғанда бұл ұйытқы ретінде қалады. Көрдіңіз бе? Қандай ақылды болған, Радатқа сияқты екен, Осы жердегі еңбек құралдар, олар макет ғылыми негізінде алынған, толық жаңа макет. Жилище домашних промыслов представляет собой мастерскую, в которой ботайцы обрабатывали дерево, камень, изготавливали керамическую посуду. Как показали исследования, на поселении было развито ткачество, исходным сырьем для которого служили лен и конопля. Активная хозяйственная и производственная деятельность ботайцев стимулировала первобытный обмен и торговлю. Обмен был местным и региональным. То есть, саудагерлері, кәсіпкерлері біздің Баянауылмен де тікелей қатынаста болған деп есептеуге болады екен ба? Мысалы, бұл жақта ботайлықтар көбінесе жылқымен айналысып жүр. Ал кейін жақтар, мысалы, Баянауыл деп тұрсыз ғой, орталық Қазақстанда бұл жақта көбінесе егіншілік дамуы кейін айналысып. Сонда бұл қарым-қатынас болады. Сауда қатынастары, осы жақтар мысалы жылқы керек заттарын әкелсе, жаңа егіншілік нелерін. Тынығу тұрғын үйі, яғни жатақхана, спальня деп айтамыз. Ботайлықтар жаңа есікке қарама қарсы жерде сәкілер орналасқан жерде үйіп тұрған. Осындай бөренелердің үстіне шөп төсеп, шөптің үстіне жылқының терін жауып, сондай жерде үйіп тұрған. Ортасында міндетті түрде ошақ орналасқан. Кейін міндетті түрде саты орналасқан болатын осындай.
именно тынығу спальный ұйықтайтын бөлмеде. Неге десеңіздер, жаңағы қыстың күні есікті қар жауып тастаса немесе кешенге жау кірсе, жыртқыш аң кірсе, осындай сатыны пайдаланып сыртқа шыққан. Сондықтан да міндетті түрде ұйықтайтын бөлмеде ботайлықтар сат орналасқан болады. Кейін қорамсақ, садақтың жебесін сақтау ботайлықтар. Және тастан жасалған еңбек құралдар. Бұл еңбек құралдау негізі тері өңдеуге арналған еңбек құралдар. Жилища ботайской культуры по структуре строения делились на жилые и хозяйственные. В спальном жилище в центре располагался очаг, который ночью обогревал помещение. Спали ботайцы на циновках, шкурах или сооружали вдоль стены противоположной к выходу невысокие нары. Орталық тұрғын үйі. Яғни біз айттық, ботайлықтар ұлық қауыммен өмір сүрген. Ұлық қауымда міндетті түрде бұл көсемі болған. Бұл көсеміне назар аударсаңыздар, қолында найза, артында садақ пен жебе, аңшылық кезіндегі қанжығасына байлаған аңдар, оның бәрі биліктің белгісін білдіреді. Яғни мысалы тас дәуірін алсақ, тас дәуірінде адамдар тең өмір сүрді, барлық еңбек құралдар бәрі тең болса, ботайлықтарда жаңағы ру көсемі өзін жоғары ұстап, жаңағы ең бірінші аристократиялық белгілердің пайда бола бастайды. Яғни ру көсемі басқа қауымға қарағанда өзі жеке өмір сүреді, өзіне жоғары санайды. Және оның бөлмесіне кез келген адам кіре алмаған, тек қана өзіне жақын адамдар ғана кірген. Жаңағы ботай дәуірінде сондай билік басы өзін кішкене жоғары ұстау еңбектері байқалады. Сонымен қатар бұл бөлменің негізгі құрылышығы кіру бет маңдашасы міндетті түрде әдейі төмен орналасқан болатын. Кірген адам иіліп кіріп өзінің құрметін көсемге өз құрметін білдірген. Сонымен қатар жаңағы қазіргі уақытта ғалымдардың көбінің қызығушылығын алатын бұл ботай қонысын зерттегенде екі осындай бас сүйегі анықталды. Яғни трепанация. Сол кездегі қазіргі кездің өзінде ең қиын деп саналатын хирургиялық операцияның бірі ботайлықтар трепанация жасау білген операциясы. Ол арқылы жаңағы адамды мидың жүйелеріне не жасап адамды трансқа кіргізген. Сол транс арқылы адам жаңағы аруақтармен байланыс жасайды, болашақты көреді деп сенген. Бұл операция жаңағы адамның тағы бір бойындағы жеке қасиеттерін ашады деп сенген. Негізі ондай операция кез келген адамға жасалмайды, тек қана жаңағы айрықша бір қасиеттері бар адамға, айрықша белгілері бар адамға, кейбір ғылымдардың айтуынша ол гермафродит болған деп айтады. Сондай адам. Осындай операция 11-15 жасар жасөспірімге жасалған. Осы операциядан кейін адам тағы 15-17 жыл өмір сүріп, жаңағы қоғамға шаман ретінде қызмет көрсеткен деп санайды. Жалпы қоныстан екі осындай бас сүйегі анықталды. Біреуі жас баланікі, біреуі үлкен ересек адамдікі. Бұл жай ғана макет. Негізі бұның оригиналы қазіргі уақытта Петропавл қаласының өлкетану мұражайында сақталған. Бұның оригиналы бар, е? Оригиналы бар. Осы ботай қонысын зерттегенде ең қызығушылық екі нәрсе табылды. Сондай жаңағы уникальный дейміз ғой. Оның біреуі осы бас сүйек, осындай екеу. Содан кейін бір кішкентай ғана тастан жасалған әшекей. Оның әшекейдің тесігі сондай. Мысалы, оған тек ине бірдеңе тығады ғой, соған тесікке. Ол өте жұқа тесік. Ол ине тыққанда ол кішкене ашылады, расширяется. Содан кейін
өйткені оған кез келген ене емес, андай бір специальный қандай айтады, Без сияқты. жоқ, қолы жуан специальный бір тонкий не бар екен, соны ғана тыққан кезде ана тесік кішкене расширяется, ашылып. Сондай бір, Оны не мақсатпен кескен? оны ғылымдар әлі түсіндіріп айта алмайды. Өйткені ол өзі 3 миллиметр диаметрі, ұзындығы бір 2,5 сантиметр шығар, бір не украшение дейді ғой, әшекей. Бас терісінен өтіп астына қарай сүйектен өткенше ме? Мүмкін сондай. Бірақ ананы қазіргі уақытта қандай да, мысалы бізде енді технология дамыған ғой, соның өзінде анандай әшекей жасау мүмкін емес. Өйткені тас, сондай тас, кішкентай ғана тас, оның ішіне ана инені тыққанда, тонкий инені тыққанда, ол Қалай тесік жасаған сол кішкене кезде, иә? оны әлі ғылымдар толық зерттеп түсіндіре алмайды. Сондай өзі екі ең қызығушылық нелер ашылған екен. Мына жерде мен оқып жүрмін, басқа ұлт өкілдері бар ғой, қазақша түсінбейтін. Центральное жилище ботайцев, социальное устройство древнего общества раскрывается на основе археологических артефактов. Экономические интересы стали преобладающими в процессе формирования кочевого общества. Вожди древних родовых племен обладали немалой властью, решали вопросы войны и мира, посылали послов и заключали союзы, возглавляли родовое войско. В жилище вождя находился трон. Убранство жилища отражало самые ранние процессы доместикации лошади. Вожди жили отдельно от всего общества, тем самым демонстрируя свой статус. Таким образом, уже 6000 лет назад зародились элементы правящей аристократии. Бізден бастап уже әлеуметтік бөліне бастаған ғой, иә? Бай мен кедейге айырмашылық пайда болмаса. Мынау жақ Жаңа біз шаман туралы айтып өттік. Шаманды дейінге барамыз. Рухани ел тұрғыны. Жаңағы шаманның тұрғын үйі деп айтуға болады. Негізі ботайлықтарда 3 әлемде сенімшілік болған. Ішкі әлем, жер асты әлемі, аспан әлемі, сыртқы әлем. Соның жаңағы 3 әлемнің 3 жолы ошаққа алып келеді, яғни отқа табынушылық. Ботайлықтарда отқа табынушылық болған. Шаманға келеді ме, шаманды қоғамда өте қатты құрметтеген. Біз айттық қой, жаңа трепанация чекін, ол жаңа кез келген адамға жасамаған, сондықтан да кез келген адам шаман бола алмайды. Мысалы, қандай қоғамда шаман бар болса, ол қоғам өзі ең мықты болған. Өйткені шаман ол болашақты көреді, болашақты болжайды, сондай сияқты. Шаман қайтыс болғаннан кейін оның жаңағы денесін үйдің қабырғасына немесе босағасына жерлейді. Өйткені оның аруағы ағатай жаңағы үйді қорғайды деп сенген. Ал осындай нелері бар. Фактілер. Шаман қайтыс болғаннан кейін қоғамда шаман болмаса, оның басын жаңағы денесінен бөліп, оған саздан жасалған маска дейді, соны кигізіп, сол масканы қызыл оқрамен бояйды, кигізіп, соны жаңағы бір діни ғұрыпты киелі нелерде обрядтар дейді, сонда пайдаланып отырған. Шаманы жоқ та нелер тайпалар олар болған ғой, иә? Болды, иә. Өйткені жаңағы әкелген адам орын баса алмайды ғой. Сондықтан жаңағы қоғамда қандай айрықша қасиеттері адамдар болмаса. Мына жерде біз 3 тастан істелгенін көріп тұрмыз. Жылқының бастарын көріп тұрмыз. Бұл не болады? Құйрығы жылқының. Бұл құйрығын жылқылар, олар бәрі интерьер. А бұлай 3 тас, ол жаңа айттық қой біз. Айтқан 3 әлем бе? 3 әлемге сенген. 3 әлемнің жолы. Сол 3 әлемнің жолы бір. Жердің асты, жердің үсті, аспанның ар жағы ма? Жер асты әлемі, аспан әлемі және сыртқы әлем. Сыртқы әлем. 3 әлемге сенімшілік. Жаңағы кейбір нені ашқан кезде, жаңағы мәйіттерді, сүйектер тапқан кезде, онымен бірге жаңағы қару-жарақ, еңбек құралдарын жерлеген,
сонымен қатар жылқының бөліктерін жерлеген, жылқыны жерлеген, соның бәрі жаңағы адам ол қайтыс болғаннан кейін ол жаңағы аруағы басқа әлемге жай қоныс аударады деп сенген, сондықтан басқа әлемде оның сондай еңбек ықпалдары қажет болады деп олармен бірге көрген. Енді мына жерге жазылған духовно-сакральное жилище – это жилище шамана. Как известно, жилище связывает человека с внешним миром. В то же время оно ограничивает пространство, создавая психологический уют, впечатление освоенности части внешнего мира. В своем жилище шаман собирал мир в одно место, один поток, один ритм. Эти взгляды нашли свое отражение и в убранстве жилища шамана, в котором присутствует духовно-сакральный колорит. В середине жилища расположена лестница, устремленная к небу. Считалось, что небесный мир представляет собой шатер. Млечный путь